Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай тапада пісірілетін әрі қамырын илемейтін пицца дайындайтын боламыз. Рецептерді менің каналымнан жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Достар, мұндай пиццаны әзірлеу үшін бізге 4 жұмыртқа, 2 ас қасық қаймақ, 3 ас қасық ұн, 1 қызанақ, аз ғана ірімшік пен 4 сосиска болса жеткілікті. Ең алдымен тереңдеу ыдысымызға 4 жұмыртқамызды салып, одан кейін 2 ас қасық қаймақты саламыз. Одан кейін 3 ас қасық көлемінде ұнды салып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Егер венчик болмаса, кез келген қасықпен немесе шаншқымен де араластыруға болады. Міне жақсылап араластырғаннан кейін осындай масса шығады. Достар, бұл пиццаның ерекшелігі қамырын илемейміз. Келесі кезекте сосисканы осылай бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Сосисканы көбірек қолдансаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Тапаларыңыздың көлеміне қарай көбірек немесе азырақ қолдануға болады. Одан кейін бізге 1 қызанақ болса жеткілікті. Қызанақты осылай дөңгелекше қылып турап, келесі кезекте сырымызды үккіштен өткізіп аламыз. Достар, мінекей біздің пицца жасайтын қоспаларымыз дайын. Енді пісіруге кірісеміз. Алдын ала қызып тұрған тапаға аз ғана май құйып, 2 ас қасық көлемінде май құйсаңыздар жеткілікті. Видеода көрсетілгендей етіп, сосискаларды тізіп салып шығамыз. Достар, сіздерге де осы пиццаны әзірлеп көруге кеңес беремін. Өте көп уақытыңызды алмайды. 1-20 минуттың ішінде пиццаны жасап, бала-шағаңызды қуантуға болады. Өте дәмді әрі тез дайындалады. Достар, осылай сосискаларды тізіп болғаннан кейін жұмыртқалы массамызды құйып шығамыз. Жұмыртқалы массамызды құйғаннан кейін газдың отын ақырынға қоямыз. Міндетті түрде ақырынға қоямыз. Өйткені біздің жұмыртқамызға ұн араласқандықтан жақсылап бір тегіс болып пісуі керек. Достар, жұмыртқалы массаны құйғаннан кейін 10 минуттан кейін осы жұмыртқалы массаның беті құрғай бастайды. Демек біздің пиццамыздың қамыры пісті деген сөз. Одан кейін бетіне үккіштен өткізілген ірімшікті сеуіп шығамыз. Ізінен бірден қызанақтарды қойып шығамыз да тағы да 5-7 минутқа қақпағын жауып қалдырамыз. Достар, бір ескертетін нәрсе, пицца пісіріп жатқан кезде соңына дейін газдың асты ақырын отта тұруы керек. Бұл міндетті. Құрметті менің сүйікті оқырмандарым, сіздер де жасап көріңіздер, өте керемет, дәмді, әрі тез дайындалады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Келесі видеоларды менің каналымнан бірінші болып көру үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Өз ой-пікірлеріңізді комментарий бөліміне қалдыруларыңызды сұраймын.